Рахмет. Шаргүл, сәуір сәнелерінің және бірі 4 апрель интернет күні екен. Халықаралық интернет күні. Хақиқатында да біз интернеттен нәтижелі пайдаланып атырған заманласларымыздың бірі Нөкіс мемлекеттік техника университеті аға оқытушысы Бекбосын Халмұратовты мұрат еткен біз мейманымызбенен сәубеттен алдын дөретушілік жамаатымыздың таярлаған көрінісін тамашаласақ. Мархамат. Зухра, енді келесі көрсетуге қандай объектке таярласақ екен? Хош, және кейін көрсету хақында ойласық па? Ава, дұрыс айтасың, Мейірбек. Және көрсету хақында ойласық. Әр шембі күні Қаралпақстан ақшамы көрсету тамаша көйлеріміз үшін қызықлы болу үшін не нәрселерді берсек екен деп басқа тұрып отырмыз, Мейірбек. Ойласық қой. Расай, мінеке өйтіп бүйтіп бәхар маусымының де бірінші айы жұмақланып, екінші айы басыланып жатырды. Шәріл апа, сіздің сөзіңізден келіп шығып, апрель айына, яғни апрель айындағы белгілі сәнелер хақында көрсетуімізді соған бағыштасақ, қалай болады? Жақсы идея, Мейірбек. Дұрыс. Қане бір интернетті көрейік, қандай сәуір сәнелері бар екен? Апрельде, е? Менің де ұсынысым сол. Қане интернетті көрейік, қандай белгілі сәнелер бар екен? Зор, апрельдің бірінен басла. Охо, байрамларға толы екен. Демек, апрельдің әр бір сәнесі байраммен басыланады екен, Шаргүл. Көрсетуімізді соған бағышласаған болады екен. Қандай жақсы интернет деген. Ең жақын достымыз, жәрдемшіміз болып қалды. Меніңше, өмірімізді бүгін интернетсіз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Дұрыс айтасың, Шаргүл. Хақиқатында да мінекей интернет арқылы біліп жатырмыз. 1 апрель сәнесінен басылап белгілі сәнелер екен. Яғни 1 апрель күлкі күні. Жазамыз күлкі күні. Сонымен бірге халықаралық құсылар күні. 2 апрель болса халықаралық балалар кітабы күні. 4 апрель халықаралық интернет күні. 5 апрель сәнесі халықаралық сорпа күні екен, Шаргүл. Қандай жақсы сәнелер бар екен. Сонымен бірге давам етсек болады, мінекей 6-сында бар ма, менде 7-сінде дауым. 7 апрель жаһан саламаттылық күні екен. Саламаттылық күні. Халықаралық спорт күні де бар екен, е? Көп екен, ара. 12 апрель жаһан авиация һәм космонавтлар күні екен. Оның бер жағында даңқлы сәне Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы күні. Демек, біз көрсетуімізді сәуір сәнелері деп атасақ қалай болады екен? Жақсы атама. Олды, келістік, онда кірсеміз. Объектілермен сөйлесуді басылайық. Мінекей, интернеттің инсан өміріндегі ахметі қараң қандай дәрежеде бізді көрсетуімізді, осы көрсетуімізді таярлау барысында да ең дәсілеп со интернетке жүзленгенбіз. Енді инсаният өміріне интернеттің кіріп келу хақында айтып берсеңіз, е? Мархамат Бекбосын. Интернет 1969 жылдан бастап кіріп келді. Осы уақыт аралығында ол бірнеше басқышлардан өтті. Яғни оның пайдалану шеңбері, қызметлерде артты. Өзбекстанға 1995 жылдан бастап интернет кіріп келді. Ал 2000 жылдардан бастап Қарақалпақстаннан интернеттен пайдаланушылар саны аз болса да кең жайды. Сол уақытларда ең дәсілепкі интернет пайдаланушылары бірінші рет мектеп оқушылары, сондай-ақ жоғары оқу орындары студентлері, әмде профессор оқытушылар болды. Бірақ дегенменен интернет аудиториялары, яғни интернетке арналған компьютер класслары жүда аз еді. Соның менен бір қатарда 2003 жылы мен өзім дәсілепкі рет интернет тармағына кіргенмен, яғни 8 классымда. Ол уақытлары интернет, қазіргі интернетке қарағанда анағұрлым дәрежеде тезлігі жүда төмен еді. Әтте бір суретті ашу үшін минутлап күтіп отыратығын едік. Яғни интернеттен сол уақытлары көпшілік өзінің іліми жұмысларында, сондай-ақ білімлендіруге бағдарланған жұмысларында студентлер өзлерінің іліми жұмыслары менен, сондай-ақ интернет тармағы арқылы кітапларды алатығын еді. Бұл болса, сол уақыттағы ең үлкен имканиятлардың бірі болды. Дәсілеп пайдаланушылар сыпатында кімді айта аламыз, кімлерді?
енді дәслепкі пайдаланушылар ретінде әлбетте жоғарыда атап өткеніміздей сол мектеп оқушылары, жоғары оқу орны студентлері болғаныменен бірқатарда сол уақытлары, яғни 2003 жылдардан кейінгі уақытлары Саламат Авезов атлы жас бағдарламашы замаласымыз сол уақытлары өзінің дәслепкі веб-сайтларын істеп шықты, яғни милли контенттер басланды. Сол бір қанша веб-сайтлары өзінің жойбарлары менен республикалық көлемде таңлауларға қатынасты. Әмде үлкен жетістікке ерісті. Соның менен бірге Атабек Мұртазаев атлы замаласымыз, яғни бағдарламашы, халықаралық дәрежедегі бағдарламашы, сол уақытлары дәслепкі рет интернет тармағындағы ең үлкен энциклопедия Википедия болса, осы Википедияның қаралпақ тіліндегі қаралпақша Википедияға осы Атабек замаласымыз үлесін қосып тикар салды. Қазіргі уақытта Википедиядағы мақалалардың саны, яғни милли контенттегі қаралпақ тіліндегі мақалалар саны 10 мыңға шамаласты. Сондай-ақ соның менен бірге интернет тармағындағы, яғни қазіргі уақытқа шекемгі милли контент, ондағы ресурслар, интернет пайдаланушылары, сондай-ақ интернет тармағына үлесін қосушы авторлар, әсіресе Қаралпақстандағы авторлар бойынша, пайдаланушылар бойынша іліми зерттеу жұмысларын алып барған замаласымыз Сақып Жамалды айтсақ болады. Сақып Жамал өзінің іліми жұмысларында, сондай-ақ мақалаларында терең зерттеледі. Онда интернет контентін жаратушылар, авторлар, пайдаланушылардың одан пайдалану шеңберлері хақында өзінің бірқатар мақалаларын һәмде үлкен көлемдегі жұмыслары менен кең жамиетшілікке ұсынды. Бірқатар ыбыратлы іслер алып барылып жатырды, дегенменен бүгінгі күнде біз интернетке жүзленетұғын болсақ, Қарақалпақ тілінде қандай да бір айтайық Кегейлі районы бойынша мағлұматларды алатұғын болып ізлеу берсек, біз қалегендей мағлұматқа ерсе алмаймыз. Дұрыс айтасыз. Кімдер жайғастырады? Дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытқа шекем Қаралпақ интернет аудиториясының милли контенттің, яғни Қаралпақ тіліндегі ресурслардың саны аз деп айта алсақ болады. Сондай-ақ Қаралпақ тіліндегі ресурслар әтте біздердің жазу графикамызға байланыслы 3 түрлі графикада. Кирилл графикасы, латынның дәслепкі версиясы, ямаса Кирилл латынның кейінгі версиялары. Яғни олардағы информация көлемінің жетерлі дәрежеде, халықаралық дәрежеде индексленуіне аз екенін, әттекі осы информациялар қазіргі уақытта рауажданып отырған жасалма интеллект тарауына жеткілікті дәрежеде ресурслардың, яғни біздердің IT-шникілер, IT қанегелерінің түсінігімен айтқанда, токелердің жетіспеушілігінің бар екенлігін айтсақ болады. Яғни оның басылы несі қазір пайдаланушылар біліп жатырды. Жасалма интеллект қызметлері, ChatGPT, ямаса басқа да интеллект қызметлерінде Қарақалпақ тілінде сұраулар берсек, ямаса информацияларды іздесек, әтте түсінбей қалуда, ямаса информациялардың жетіспеушілігі. Яғни қазіргі уақытта басқыш-па басқыш әсте ақырылықпенен ресурслар көбейіп жатырды жылдан жылға. Және бір қуанышлы уақия атап өтсек болады. Өткен жылдан басылап Клаудия деп аталған жасалма интеллект қызметіне халықаралық Қарақалпақ тілі қосылды. Яғни Қарақалпақ тілінің латын графикасы һәмде Кирилл графикасы қосылды. Біз осы жасалма интеллектке қандай да бір сұрауларды берсек, Қарақалпақ тілінде еркін жауап береді, секундтар ішінде. Әтте бір тілдегі тексті екінші тілге тез аударып береді. Таза Қарақалпақ тілінде. Сондай-ақ үлкен жетістіккелік, әсіресе авторлар үшін, зерттеу алып барып отырған қанегелер үшін, профессор оқытушылар үшін аударма жұмысларын әмелге асырғанда үлкен жетістіккелік. Сондай-ақ жақында, еле 10 күнде болған жоқ, үлкен жетекші компаниялардың бірі Gemini атлы жасалма интеллект қызметіне, оның үлкен тіл моделіне Қарақалпақ тілін қосты. Қарақалпақ тілінің әзірше Кирилл графикасын қосты. Яғни біз қалеген тілдегі, қалеген көлемдегі сұрауды Кирилл графикасында берсек, бізге Қарақалпақ тілінде жауап береді. Алдағы уақытта латын графикасы да қосылады. Бұл деген сөз қазіргідей интернет технологияларының тез пәтпен рауажданып бара жатырған дәуірінде, сондай-ақ жасалма интеллекттің тұрмысымызға кіріп келіп жатырған дәуірінде, Қарақалпақ тілінің де интернет әлемінде, технологиялар әлемінде
өзінің орны бар екенлігін көрсек болады. Қандай Жүдә қуанышлы Қуанышлы, хабар бір. әлбетте. Әлбетте біз бұнымен мақтаныш етсек те арзыйды. Енді келешекте сондай ізленіс берген уақытлар, ізлеген уақытларымызда бір емін еркін тауа алсақ, мағлұматларға өзлеріміз дейдіміздегідей ерсе алсақ, әлбетте бұл бүгінгі рауажланып баратырған заманның, рауажланып баратырған дәуірдің бірден бір алдында тұрған вазипасы деп білеміз.